Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз топырақтың құрамы тақырыбымен танысамыз. Топырақта көптеген түрлі тірі ағзалар тіршілік етеді. Олар бірнеше топқа бөлінеді. Бір өсімдіктер, өсімдіктердің тамырлары, шөптер, бұталар, ағаштар. Екі жануарлар, жауын құрттар, құмырсқалар, қоңыздар, кенелер, көрт тышқандар. Үш микроағзалар, бактериялар, саңырауқұлақтар, балдырлар. Бұл тірі ағзалардың барлығы топырақты құнарлы етеді, өсімдіктердің өсуіне және табиғаттағы зат айналымына көмектеседі. Менің ойымша, топырақтың құрамында мына заттар болуы мүмкін. Құм топырақты борпылдақ етеді. Саз, балшық суды жақсы ұстайды. Қарашірік, гумус өсімдіктерге қорек береді. Су тірі ағзаларға қажет. Ауа өсімдік тамырының тыныс алуына керек. Тас, ұсақ қиыршықтар, минералды тұздар. Тірі ағзалар, жауын құрт, жәндіктер, бактериялар. Осы заттардың барлығы бірігіп, топырақты құнарлы және тіршілікке қолайлы етеді. Тірі ағзалардың тіршілік етуі үшін мыналар қажет деп ойлаймын. Ауа тыныс алу үшін, су өмір сүру, өсу үшін, қорек энергия алу үшін, жылу мен жарық тіршілік үдерістеріне, қолайлы орта қауіпсіз өмір сүру үшін. Топырақтың құрамында ауа бола ма? Иә, болады. Топырақтың ішінде ұсақ қуыстар бар, сол қуыстарда ауа жиналады. Бұл ауа өсімдік тамырлары мен топырақтағы тірі ағзалардың тыныс алуына қажет. Топырақта су бар ма? Иә, топырақта су бар. Су топыраққа қайдан келеді? Жаңбырдан. Қар мен мұз ерігенде. Жер асты суларынан. Өзен көлдердің суы сіңгенде. Сондықтан топырақта ауада, суда бар. Сол себепті онда көптеген тірі ағзалар тіршілік ете алады. Шұбалшынның, жауын құрттың пайдасы өте көп. Топырақты қопсытады, жерді жұмсартып, ауа мен судың жақсы өтуіне көмектеседі. Топырақты құнарландырады, өсімдік қалдықтарын өңдеп, қарашірік, гумус түзеді. Судың сіңуін жақсартады, топырақта су ұзақ сақталады. Өсімдіктердің жақсы өсуіне көмектеседі, тамырларға ауа мен қорек оңай жетеді. Табиғаттағы зат айналымына қатысады. Сондықтан шұбалшын бар топырақ құнарлы, тіршілікке бай болады. Топырақтың құрамы қалай және не себепті өзгереді? Қалай өзгереді? Топырақтың құрамындағы су, ауа, қарашірік, минералдар мөлшері уақыт өте өзгеріп отырады. Кейде топырақ құнарлы болады, кейде керісінше жұтаңдайды. Неге өзгереді? Оның бірнеше себебі бар. Табиғи себептер. Жаңбыр, қар, жел топырақты шайып құнарлы қабатын азайтады. Қуаңшылық, су азайып, тірі ағзалар кемейді. Өсімдіктер мен тірі ағзалар қарашірік түзет немесе азайтады. Жыл мезгілдерінің ауысуы, ылғал мен ауа мөлшері өзгереді. Адам әрекетіне байланысты. Жер жырту, егін егу, топырақ құрамы өзгереді. Тыңайтқыш қолдану, құнарлылық артады. Орман кесу, топырақ жұтаңдайды. Ластану, топырақтың сапасы төмендейді. Сондықтан топырақтың құрамы табиғаттың әсерінен де, адамның іс-әрекетінен де үнемі өзгеріп отырады. Топырақтың құрамын зерттеуге бірнеше қарапайым және ғылыми тәсіл бар. Бір бақылау арқылы. Топырақтың түсі, иісі, құрғақ немесе ылғалды екенін қарау. Қолмен ұстап көріп, құмды ма, сазды ма екенін анықтау. Иекелеу, сүзу тәсілі. Топырақты електен өткізу. Оның ішінде тас, құм, өсімдік қалдықтары бар жоғын көру. Үш су құю арқылы. Топырақты банкаға салып, су құю. Біраздан соң қабаттарға бөлінеді. Төменде тас, құм. Ортасында саз. Үстінде қарашірік. Төрт үлкейткіш әйнекпен қарау. Топырақтағы ұсақ жәндіктерді, өсімдік қалдықтарын көруге болады. 5 зертханада зерттеу. Ғалымдар арнайы құралдар мен минералдар мен қоректік заттарды анықтайды. Осы тәсілдер арқылы топырақтың құрамы мен құнарлылығын білуге болады. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.